Баршаңызға сәлем, сіздермен қайып берген жадыра. Бүгінгі видеода бір ғана әрі оңай жол арқылы қалай оқушыларды бірнеше топтарға бөлуге болатыны туралы көрсететін боламын. Ол үшін бізге flippt.net деп аталатын сайт қажет болады. Мен бұл сайтпен алдыңғы видеода толығырақ таныстырып кеткен болатынмын, және де үй тапсырмасын сұрауға, сабақты қорытындылауға арналған керемет идеямен де бөлісіп кеткен болатынмын. Цифрлық сауаттылығыңызды арттыра отыра, осы жұмыстарды жасағыңыз келсе, алдыңғы видеоны көруге кеңес беремін. Ол үшін описание бөлімінде тұрған сілтемеге өтсеңіз болады. Ал енді оқушылар топқа бөлуді үйренейік. Ол үшін жоғарғыдағы выброс случайного имени деген жерде демонстрационный және инструкция деген екі жазу тұр. Бізге инструкция деген жазу қажет. Демонстрационный деген бұл ойын түрі қалай жұмыс жасайтынын көру үшін арналған. Инструкция дегенді басамыз, орыс тіліне аударып аламыз да астыға қарай түсеміз. Мұнда этого шаблона деген сары түспен белгіленіп тұрған сөздің үстін басамыз. Және де мұнда создать копию деген жазу шықты. Осының үстін басамыз. Содан кейін сіздерге Excel документі шығатын болады. Бұл ашылған кезде мұнда жоғарыда көк түсті жазумен және де оның үстіндегі әріптер тұрған жерді өзгертпейміз, ешқандай өзгеріс жасауға болмайды. Одан кейін үшінші қатарда адамның аты жазылған жерден бастап төмен қарай біз өз оқушыларымыздың атын жазып шығамыз. Мен көп жұмыс болмау үшін алдын ала Excel документіне оқушылардың атын жазып шықтым. Барлығын мышканың сол жағын баса отырып белгілеп алып копировать етіп аламын. Мен бұл жерде екі сыныпта ғана жазып кеттім, 5А және 5Б деп. Мінекей мышканың оң жағын басып копировать еттім. Енді мына жерде де адамдардың атын осылай белгілеп аламын да, Ctrl-V немесе мышканың оң жағын басып вставить дегенді жазсам, бірден оқушылардың аты жазып шығады. Дәл осылай 5-ші Б сыныбының да оқушылардың аттарын жазып шығамын. Бұл видео мысал ретінде болғандықтан соңғы екі қатардағы адам аттарын өзгертпеймін. Енді мынау жоғарыдағы сары жолақта жазылған сөздердің орнына 5А және 5Б деп өзгертетін боламын. Осылай керекті сыныптардың барлығын жазып болғаннан кейін жоғарыда міне файл, правка, вид деген жерлерден файл дегенге барамыз. Поделиться-ны басамыз, одан кейін опубликовать в интернете дегенді басамыз. Одан кейін бізге сілтемені көшіріп алатын жер шығады. Мінекей опубликовать дегенді басамыз, одан кейін окейді басамыз. Енді мында шыққан көк сілтемені көшіріп аламыз. Ctrl-C немесе мышканың оң жағын басып копировать дегенді қолданамыз. Жаңадан вкладка ашамызда көшіріп алған сілтемемізді мышканың оң жағын басып вставить етеміз, немесе Ctrl-V комбинациясын қолданып Enterді басамыз. Енді мұнда 5А, 5Б-ның үстінде click here деген тұр. Сізге қай сынып керек? Мен мысалы 5А-ның үстінде click here деген жазуды басамын. Яғни 5-ші А сынып оқушыларының тізімі шығады. Орыс тіліне аударып аламын. Мінекей тізім шықты. Мұнда стрелканың үстін басып, осы колесоны айналдыруға болады, немесе мұнда жоғарыда бір адамды таңдайтын, немесе 2 адамнан құрылған группа, 3 адамнан құрылған группа деген секілді осындай топтарға бөлуге болады, немесе 2 команда құруға, 3, 4, 5 команда құруға деген сияқты көптеген командалар құруға, жоғарыда жазылып қарасаңыздар, мүмкіндіктер береді. Дәл қазір сіздерді менің каналыма тіркелуге шақырамын. Осы видеоны достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген осындай құнды ақпараттар шығатын болады. Бұл сайттың ең үлкен бір кемшілігі, сіздің жасаған жұмысыңыз автоматты түрде сақталынбайды. Оны қалай сақтаймыз? Ол үшін біз бағана ең бірінші копировать еткен біздің сілтемемізді қайтадан көшіріп аламыз, немесе екінші рет ашқан мұнда 5А, 5Б дегеннің үстінде click here деген сөз тұр ғой. Соның үстіне мышканың оң жағына барып, копировать адрес ссылки дегенге барып, сілтемені көшіріп аламыз да Word документке сақтап қоямыз. Себебі жаңа айтқандай, бұнда автоматты түрде сақталынбайды. Тек осылай сілтемені осылай көшіріп, сақтап қойып, келесі жолы қайтадан жасап өтпес үшін осылай сақтап қойған дұрыс. Яғни осы сілтемені көшіріп аласыз да, интернет желісіне кіріп, осы сілтемені вставить етесіз де, дәл солай
бағанағыдай жұмыс жасай бересіз. Мінекей сілтеме сақталды. Егер де осы видеода көрген ақпаратыңыз сізге пайдалы болған болса, ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк баса кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісіп, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Және де каналыма тіркеле кетіп, колокольчикті баса кетіңіздер, себебі алдағы уақытта осындай пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.